Отандық фильмдерге обзор жасайтын алғашқы YouTube каналға жазылып, қолдау білдіріп кетті. Шық бермес сараңбай жаман түстен шошып оянады. Барлығы менің байлығымды көре алмайды, алтындарымды қайда тықсам екен деп жүрегінен тыныштық кетті. Сезгендей-ақ үйіне ұры түсіп, миллиондарын ұрлап қашып кетті. Шу дүрбелең болып, ауыл полицейлері аяғынан тік тұрады. Күлпаштың үйіне каталог жүгіріп келеді. Сөйтсе, каталог пакетте 1 миллион теңге тауып алыпты. Күлпаш, бөліп алайық, ешкімге айтпа, өзіміз жаратамыз дейді. Бірақ каталогтың оны алғысы келмейді. Қайтарып берейік, немесе орнына қойып қояйық дейді. Күлпаштың күйеуі Жексен қалың депрессияға кіріп кетіпті. Дүйсен Жексеннен бидай егетін жерді аудартуға 250 мың керек екенін айтады. Дүйсен қоймағаннан кейін Жексен 100 мың беруге келіседі. Каталогтың абысыны күйеуінің ауырып қалғанын, еміне 100 мың керек екенін айтып, Күлпаштан қарыз сұрап келеді. Бірақ каталог менде ақша бар деп өзінің ақшасын береді. Сараңбай, Қасқырбайдың жендеттері ұры ауылда екеніне сенімді. Ауыл тұрғындарын бақылап, кім ақшаны оңды-солды жаратып жүргенін аңдып бастайды. Жандарынан Күлпаш холодильник пен пылесосқа заказ беретінін, ақшасы бар екенін айтып кетіп бара жатады. Осыдан бастап жендеттер Күлпаш пен каталогтың аңдып бастайды. Дүйсен телефонмен біреуден қарыз сұрап отырады. Ол жоқ екенін айтады. Каталог қанша керек екенін, не үшін керек екенін сұрап, өзінің жинап жүрген ақшасы бар екенін айтып, 150 мың береді. Күлпаш холодильник пен пылесосқа заказ беріп қояды. Дүкеннен шығып келе жатқанда ауыл тұрғыны көршісін көріп қалады. 5 баласы бар жалғызбасты әйелдің банкте қарызы бар екен, үйін алып қойғалы жатқанын айтып хабарлайды. Каталогтың жаны ашып, Күлпашты да ақша беруге көндіреді. 100 мың берем, сонымен болды деп барған еді. Каталог барлық қарызды, яғни 300 мың теңгені береміз деп жинап жүрген ақшаның барлығын береді. Күлпаштың жыны шығып тұрады. Қасқырбайдың нөкерлері ақшаны ұрлаған анық осы кісілер екеніне сенімді болады. Каталог өзінің жақсы іс жасағанына риза болып, аспанда қалқып жүргендей сезімде екенін айтады. Ал Күлпаш, ішімде қарғалар қарқылдап, жыландар ысылдап, сені ұрып тастағым келіп тұр дейді. Өріктен компот жауып жатқанда дүкенші қарыздарын сұрап келеді. Барлығы 100 мың болған екен. Күлпаш неге сонша көбейіп кеткен, товарың қымбат деп сөйлеп отырып қарызын қайтарады. Дүйсен Наконайды напитка алып кел деп дүкенге жібереді. Қасқырбайдың жендеттері Наконайды қораз жақсы таниды екенсің ғой, бәрі айтып жүр деп машинаға салып алып кетеді. Қасқырбайдың алдына алып келеді. Бірақ Наконай ештеңе білмейді. Дүйсенді де алып келіңдер деп күштеп алып келеді. Ауылға жедел жәрдем келді. Кім келді, неге келді, тыныштық па деп Күлпаш пен каталог жетіп барады. Көршінің баласы қатты ауырып қалған екен. Заттарын жинасуға көмектесіп жатқанда қоқыс жәшігін құлатып алады. Заттарды қайта жинап салып жібереді. Күлпаш жаны ашып, соңғы қалған 80 мың теңгесін беріп жібереді. Қасқырбай Дүйсенді ақшаны қайтарыңдар деп қинайды. Дүйсен түк түсінбей, қандай ақша, не айтып жатсыңдар? Сендер өлтірсеңдер айтып өлтіріңдер, не болып жатыр дейді. Әйелі мен жеңгесі бүкіл ауылға 2 күннен бері ақша таратып жүргенін, үйіне ұры түскенін, осылардан күмәнданып отырғанын айтады. Дүйсен не болып жатқанын түсініп, анық-қанығын біліп келейін, мені босатыңдар дейді. Каталогты кепілге алып қалып, алдайтын болсаң ініңді қайтып көрмейсің деп таудағы қорасына қамап қояды. Дүйсен келіп, каталог пен Күлпаштан ақшаны қайдан алғанын сұрайды. Олар тауып алғанын айтады. Ақшаның бәрін жан-жаққа таратып тастағанын біліп, ары қарай не істерін білмей тұрғанда, көршісі Самат жез бен сынапты араластырып, алтын жасауға болатынын, алтын кенін таптым деп айтсаң, Қасқырбай алдында құрдай жорғалайды деп өз идеясын айтады. Басқа амалы қалмаған Дүйсен, мейлі, байқап көрейік, тәуекел деп алтын жасайды. Қасқырбайдың қорасына барып, ақшаны ұрламағанын, бірақ алтын қорын тауып алғанын, жігіттер қазып жатқанын айтады. Қасқырбай қуанып,
ақысына не керегін сұрайды. Дүйсен 3 жігіт болып қазып жатқандарын, үшеумізге 3 жер берсең жетеді дейді. Самат пен ұсташы алтын қазып алатын жерді дайындап қояды. Қасқырбай молдаға барып, мынау алтын ба, алтын емес па анықтау керек дейді. Молда өзінің бұрынғы ескі досына барып, бізге мына затты анықтап бер деп бұйымтай жасайды. Күлпәш ауыл әкіміне барып, Қасқырбайдың ауыл игілігіне медбунг салып жатқанын, сондай-ақ кітапхана, спортзал салып бергелі жатырғанын айтады. Ашылу салтанатына келіп, лентасын қиып, мақтау қағазын дайындап беріңдер дейді. Әкім Қасқырбайдың олай жасап жатқанына сенбей, өзім барып көремін деп құрылыс болып жатқан жерге барады. Самат Наконайды құтқаруға келсе, Наконайдың жағдайы бес, бүкіл жағдайын жасап қойған. Тамақтың түр-түрін жеп, диванда көсіліп жатыр екен. Кетпеймін, осы жерде қаламын дейді. Самат күштеп кетуіміз керек деп алып кетеді. Қасқырбай қазба жұмысы болып жатқан жерге келеді. Жігіттер қазып жатыр. Бірінен соң бірі алдын ала дайындап қойған алтындарды тауып алып жатыр. Қасқырбай қуанып, Дүйсенді мақтап риза болады. Үйге Жексен келіпті, қатты депрессияға түсіп кетіпті. 1 миллион ақшасын жоғалтып алыпты. Жылап отырып, ақшаны пакетке салып, аяқ киімдердің коробкасына салып қойғанын, оны Күлпәш мусор екен деп қоқысқа тастағанын анықтайды. Каталогтың тауып алған ақшасы Жексендікі екен, ауылға ақша таратып, жақсылық жасаған Жексен екен деп мәз болысады. Ендігі мәселе Қасқырбайдың ақшасы қайда екен деген сұрақ. Аудан әкімі мен ауыл әкімі медбунктың ашылуына келіп, бүкіл ауыл тұрғындарына Қасқырбайды мақтап жатады. Қасқырбай қолдарындағы алтын емес, жез бен сынаптың қосындысы екенін біліп, ашуланып Дүйсенді іздейді. Медбункқа келіп, әкім мырзалар Қасқырбайды мақтап, құрметтеп ортаға шақырады. Құрмет қағазын беріп, бүкіл ауыл тұрғындары риза болып, қошеметтеп, алғыстарын айтысады. Газет журналдарға шығады. Осыдан кейін жақсылық жасаған Қасқырбайға ұнап, ауылға жол, мектеп, спортзал салдырады. 1 жылдан соң ауырып жедел жәрдеммен алып кеткен бала ауылға оралады. Қасқырбай жоғалтқан пакеттегі ақша сол кезде сиырдың аяғына оралып, осы үйге келіп, пакетті қоқыс жәшігіне тастаған екен. Католик қоқыс жәшігін төгіп алып, осы пакетті заттардың арасына салып жіберген екен. Осы ақша баланың еміне жаратылып, аман есен қайтып оралады. Ауылын қатты сағынған бала ауылды жаяу аралап, бәрімен амандасып, хәл жағдай сұрасып, әжесіне оралады.